Так, бізден мындай сұрақ тұр. Аммиак суын алу жолдары деп. Яғни NH аммиак суы дегеніміз бірінші жазып алайық. Ол бізде NH4OH немесе NH3 пен судың қосындысы. Екі бір-бірімен қосылатын болса, бізде аммиак пайда болады. Енді соны қарастырайық, қай кезде бізде NH4OH пайда болатын. Мына реакцияны қарайтын болсақ, бізде ең бірінші реакциямыз бізде сразу NH4OH-ты береді. Сосын бізде, значит, А жауабы бізде болады. Келесі, Б-ны қарастырайық. Бұда бізде NH4 қосамыз барий хлориді, бізде барий С4 и NH4 хлор пайда болады. NH4OH болмай, сол себепті мына вариант сразу сызсақ болады. Бізге жарамайды. Келесі бізге мына вариант жарайды, бірақ та жартылай ғана жарайды. Қазір түсіндірем не үшін екенін. Келесі мына варианттан да бізде NH4OH шығады, Д вариантынан, және Е вариантынан бізде Е варианты бізде жарамайды. Қазір түсіндірем. Сәйкесінше F бізде совсем жарамайды. Бізге қарастыру керек на G вариантын, H вариантын мүлдем жарамайды. Сонда бізге қарастыру керек G, E, S, D варианттарын қарастыру керек. Бізге жарайды именно на D варианты және G варианты. D варианты бізге жарамайды, өйткені реакция нәтижесінде біз NH4OH-ты алмаймыз. OH иондарын бізде купрум өзімен алып кетеді, сол себепті купрум OH кеселенген пайда болады. Тұнба ретінде, сол үшін бізде NH4OH жоқ. Ал G варианты бізге жарайды. Неге? Өйткені G вариантында бізде NH4OH пайда болады біріншіден. Және барий С4-міз реакция нәтижесінде пайда болады. Яғни барий мен С4 бірімен қосылып, суда ерімейтін тұнба пайда болады. Яғни ол бізде ерітіндіден шығып кетеді. Бізге былайша айтқанда мешать етпейді. Ал мына жерде, яғни NH4 хлор мен калий OH қосылған кезде бізде NH4OH пайда болады. Бірақ та сонымен бірге қасында оның калий хлориді жүреді. Ол суда ерімейді, сол себепті ерітіндіден шығып кете алмайды. Сол үшін бізге осы вариантты тоже сызып. Сонда бізде жауап тек қана А мен G ғана варианты болады. Е варианты бізге сәйкес келмейді, өйткені реакция бір-біріне реакция мүлдем жүрмейді, өйткені тұнба пайда болмайды. Сәйкесінше ерітіндіде бізде NH4, OH, H и SO4 иондардың барлығы кездеседі, сол себепті ол бізге тоже жарамайды. NH4OH деген затымыз бар, бірақ онымен бірге еще H2S4 деген затымыз бар, тұнбаға кетпеген. Сол үшін ол да бізде жарамайды.